А жоспары бойынша тапсырыс бланкісін толтыру PV, BV ұғымдары жайлы. Жалпы бұл бланкіні сіз тапсырыс жасайын деп отырған офистің бухгалтерінен аласыз. Және міндетті толтырылатын графаларын толтырасыз. Бұл жерде міндетті түрде толтырылатын, біріншіден сіз қай картаны жабатыныңызды таңдап аласыз. Қола картасын жабасыз ба, күміс картасын жабасыз ба, алтын картасын жабасыз ба, жоқ әлде платина картасын жабасыз ба. Екіншіден, бухгалтерден сіз тапсырыс жасап отырған офистің номерін сұрап, мына жерге офистің номерін көрсетесіз. Информация о дистрибьюторе деген графада мына жерде 8 торкөзге өзіңіздің ID номеріңізді жазасыз. Яғни сіз компанияға тіркелгенде, компания сіздің атыңызға жеке идентификациялық номер тағайындаған. Осы номерді міндетті түрде көрсетесіз, астына фамилия, ат жөніңізді жазасыз. Информация о наставнике деген жерге сізді осы бизнеске шақырған тәлімгеріңіздің ID номерін және фамилия, аты жөнін толық көрсетесіз. Бұл мәліметтер неге міндетті түрде толтырылу керек? Себебі осы ID номерлер арқылы бухгалтер сіздің жасаған көлеміңізді, яғни жаңағы алған заттарыңызды компанияның базасына енгізе отырып, сіз таңдаған картаны сізге тағайындайды. Бұл негізгі құжат болып табылады. Және мына жерде міндетті түрде тапсырыс жасап отырған күніңіздің датасын көрсетесіз. Осы датаға қарап, сіз алдағы уақытта картаны қай аптада жапқаныңызды білетін боласыз. Енді Тиньши компаниясы осы карталарды жабуға төмендегідей өнімдерді ұсынады. Мынау біріншісі кальцийден бастап, мына жерде натта гинкаға дейін бұл биологиялық белсенді қоспалар. Яғни сізге отбасыңыздың мүшелеріне қажетті өнімдерді таңдайсыз. Бұдан бөлек 3 түрлі тіс пастасын ұсынады компания: приборлар, озонатор, ионизатор, исюитун приборларын, төсек жабдықтары, жастық, жамылатын одеяло, төсенетін матрас, бұдан бөлек бірнеше түрлі титан браслеттерін ұсынады. Яғни осы аталған өнімдердің ішінен таңдай отырып, өзіңізге, отбасыңызға қажетті өнімдерді таңдай отырып, сіз карталардың бірін жаба аласыз. Енді мына жерде, мына бірінші бағанға көңіл бөлсеңіз, дистрибьюторская цена дейді. Яғни әр заттың теңгелей құны. Айталық кальций, жалпы кальций 8400 теңге, спирулина 11088 теңге. Яғни түсінікті, әр өнімнің бағасы көрсетілген. Келесі графада PV ұғымы тұр. PV бұл Тиньши компаниясы халықаралық компания болғандықтан, оның барлық елге бірдей жүретін ортақ халықаралық өлшем бірлігі PV деген. Айталық кальций 25 PV, яғни ол Германияда да 25 PV, Қазақстанда да 25 PV, Америкада да 25 PV. Тура осылайша, мысалы халикан 60 PV, бұл дүние жүзінің компания жұмыс жасап жатқан 200-ден астам елдің әрқайсында ол 60 PV. Әрине, бағасы сол елдің валютасына сәйкес өзгереді. Енді BV ұғымы, біз картаны жапқан кезде BV мен есептеп жабамыз. Мысалы, кальций 24,75 BV. Халиканымыз 59,40 BV. Яғни, карталарды жапқан кезде, мысалы, қола картасын 100 BV мен жабамыз, күміс картаны 200 BV мен жабамыз, алтын картаны 400 BV мен жабамыз, платина картасын 800 BV мен жабамыз. Яғни осы BV-лерін есептей отырып, таңдаған заттарыңыздың BV-ін есептеп, айталық платина картасын жабатын болсаңыз, мына жерге төменге показатель BV деген жерге 800 BV деп көрсетесіз. Және теңгелей жаңағы таңдаған заттарыңыздың, мысалы кальцийден 4, неден иканнан 2, кардицепстен 3 таңдап, оның теңгелей бағамын төменге жазып көрсетесіз. Осылайша арыздың төмен жағына қол қойып, бухгалтерге тапсырасыз. Бухгалтер сіздің тапсырыс жасаған бланкіңізді алып, BV-іңізді тексеріп, теңгеңізді есептеп тексеріп, тапсырысыңызды қабылдайды да, таңдаған өнімдеріңізді осы бланк бойынша береді. Және бұл бланкының төменгі жағына төленді деген печать басып, сізге екінші данасын тапсырыс берген өніміңізбен бірге қайтарады. Бұл сіздің әрине карта жапқаныңызды растайтын құжатыңыз болып табылады. Және бухгалтер төменгі жағына
ақшаны қабылдап алғанын, өнімді сізге бергенін дәлел ретінде өз қолын қояды. Міне осылайша А жоспары бойынша тапсырыс бланкісін толтырасыз.